да, можно так сказать. Оно отступило, конечно, намного. Но я знаю, каково это жить в экологически неблагоприятном районе, каково видеть людей, которые болеют различными заболеваниями только потому, что вот экологически не повезло людям географически родиться в этом месте. Об этом рассказывает молодой человек во Франции, о Баральском море, который родился в Казахстане и занимается творческой деятельностью на встрече с писателем, главным героем. Главный герой приезжает в Алмату, и несколько страниц этой книги описывают красоту и теплоту Алматы, нашей южной столицы, полюбившийся город многим казахстанцам, многим гостям нашей страны. Это действительно очень глубокая философская книга, которая поможет вам покопаться в себе, покопаться в своих мыслях, в своей душе, в своих чувствах и эмоциях, принять какие-то жизненно важные решения, также понять, простить человека. Или же для получения желаемого результата или успокоения души просто не сдаваться, просто идти за своей мечтой, за своими мыслями и добиваться всего. Также она учит не осуждать людей за их выбор, потому что каждый имеет право быть счастливым, и каждый имеет право выбрать путь, по которому он придет к своему счастью. Еще одна книга, которую я хочу рассказать, называется «Умутмина Канагат Абылқайыр». Бұл кітапты таңдаған себебім бүгінгі қазақ сатирасының және қазақ әдебиетінің дамуына қосайын деген үлесім, және өздеріңізді осы кітаппен таныстырғым келді. Бұл кітап 2012 жылы басылып шықты. Шынымен де біздің арамызда жүрген дарындылардың туындысы деп айтуға болады. Бұл кітапта бірнеше шығармалар, әңгімелер топтастырылған, көбінесе сатиралық. Кітаптың бірінші бөлімі «Қағаз қала» деп аталады. Бұл «Қағаз қала» бөлімінде автор бүгінгі күннің проблемаларын, қоғамдық проблемаларды сатиралық шығармалардың ішіне сыйғызған. Өздеріңіз де білесіздер, адамдардың мүмкін кейде бізге бір мәселелерге қатысты теріс жауап беруі, түсінуге тырыспауы, немесе тыңдағысы келмеуі, барлығымыз бұндай оқиғалармен өмірде кездескен шығармыз, бірақ дегенмен де бұндай мәселелер осы Қанағат Әбілқайырдың назарынан тыс қалмады. Сондай өзінің басынан өткен болсын, мүмкін басқа өздерінің жақындарының өмірлік тәжірибелерінен алынған оқиғаларын осы кітапқа сыйғызды. Және де тағы бір лирикалық шығармасы Қанағат Әбілқайырдың туындысы «Ұмыт мені» деп аталады. Бұл шығармада оқиға көбімізге жақын деп ойлаймын, себебі мүмкін ауылдық мекенде туып өскендер де бар шығар арамызда. Мүмкін ауылға барып тұратын адамдар бар шығар. Бұл кітап өзіме ерекше ыстық болды, себебі мысалға екі қала тұрғыны, жас жігіттер ауылға барады қыдыруға бір мерекелік күндерде. Ауылға барып қыздармен танысады, оқушы қыздар бір-біріне ғашық болады, қыздар мен жігіттер. Енді басқа қалада тұрғаннан кейін оларға қайта үйлеріне оралуға тура келеді, сүйгендері оларды күтеді. Бұл кезде енді хат жазатын кез бір-бірлеріне хат жазып тұрады, сағыныш сезімі жүректерін кернейді. Бірақ дегенмен де шытырман оқиға бар бұл туындыда, сондықтан да оның барлығын ашып айтып берсем оқуға қызық болмай қалатын шығар, сондықтан да құпия болып қалсын. Дегенмен де үйретері көп, ойға көңілге салатын ойлар да көп. Ең бастысы ол шығарманың мақсаты пәк, нәзік, махаббат сезімінің кірлемеуі. Әр адам үшін махаббат деген сөз тек қана сөз емес, дыбыс емес, шынымен де жүрекпен сезінетін, толықтай адал болу, таза болу, пәк болу және махаббаттың берік бола алатындығының дәлелі деп ойлаймын. Егер де сіздерге қызық болса, мінекей Қанағат Әбілқайырдың «Ұмыт мені» кітабын оқуға кеңес беремін. Жалпы бүгін мен айтқан кітаптарым өзіме ерекше әсер қалдырды, өмірлік тәжірибе сыйлады,
көңілімде неше түрлі эмоция тудырды. Сондықтан да сіздерге де осы кітаптарды оқуға кеңес беремін. Және де сіздердің егер де маған қояр сұрақтарыңыз болса, сіздерге пайдалы болу үшін жауап беруге тырысамын. 2,5 минут бар дейді Нұрсұлтан. Кому как удобно, на русском, на казахском языке? Этнически я кореянка, как часто спрашивают, чистая кореянка, и мама, и папа, и дедушка, и бабушка, да. И мама, и папа, и дедушка, и бабушка. Во мне есть капелька японской крови, моя прапрабабушка была японкой, остальные все мои предки, они чистокровные корейцы. Они попали в Казахстан из-за репрессий в 30-х годах. Мой дедушка переехал сюда, мой прадедушка и со своими детьми, получается. Вот. Казахский язык я знаю с детства. Я училась в русской школе, получала высшее образование на русском языке. Также я владею английским языком и немного корейским, так как он не используется в повседневной жизни. Корейский язык мы используем только когда ездим в город Тарас к бабушке в гости, так как она говорит исключительно на корейском. Да, у меня есть жеңгешка, она казашка. Мамандығым бойынша қазір Нұрсұлтан Құрман айтады. Мысалы, бүгін келіп кітаптарының тізімін қарадым, өзіме ыстық, өзімнің жақсы көретін Ларри Кингтің кітабын алып келген екен. Ол кітап туралы толығырақ Нұрсұлтан айтады. Дегенмен де журналистика деген мамандық ол тек қана теория емес, практиканы да қажет етеді. Сондықтан да көп нәрсені өзің өтіп, өзің сезінгеннен кейін түсінесің. Одан кейін осы Алияның да әңгімесін жалғастырғым келіп отыр. Мен шынымен де Аралда туып өскеннен кейін Елордаға келіп, еліміздің бетке ұстар ұлттық арнада жұмыс істеймін деген оймен бөлісудің өзі мен үшін бір түрлі болды. Ешкім оны қабылдамайтын сияқты болды, ел күлетін сияқты болды. Іштей армандап жүре бердім тыныш қана. Кейін бірақ өмірлік шешімді қабылдау қажет кезінде ғана бұл туралы ақпарат тарады деп айтуға болады. Біреу қабылдады, біреу күле салды, біреу қолдады деп айтуға болады. Менің басты қолдаушыларым бұл отбасым. Сондықтан менің қолымнан келіп жатқан жұмыстарымның сәтті болуы да солардың арқасында деп ойлаймын, және оқыған кітаптардың арқасында. Сондықтан баршаңызды кітап оқуға шақырамын, және мен айтқан осы 3 кітапты оқуға кеңес беремін. Біздің спикерімізге тағы бір қошемет. 3 тілде бірдей сөйлейтін Ирина Тен. Ал біздің келесі қонағымыз Қазақстанның талантты тележурналистерінің бірі, танымал Нұрсұлтан Құрман. Қошемет. Қайырлы кеш, құрметті дәл осы аталмыш жобаның қонақтары. Мен енді біздің Ирина жалғап кеткеннен кейін өз ана тілімізде жалғастыра берейін, егер сіздер қарсы болмасаңыздар, өйткені сіздерге түсінікті болса дегенім ғой, жалпы баланс сақталу үшін. Мен есімім Нұрсұлтан, дәл осы жобаға өзіміздің Алматыдан бергі ағамыздай болып кеткен Ануар мырза шақырды. Құба-құп қабыл алдық, келдік. Жалпы 3-ші болып сұрандым. Бірден кітаптарға өтетін болса, артынша сұрақтар болса, міндетті түрде бір-бірімізге жауап беруге дайын боламыз. Енді не себепті болған келістім, өйткені бізде жұмыс аз емес көп, әсіресе хабар арнасында қазіргі таңда аласапыран уақытта дәл осындай қазіргі Қазақстанның жағдайында біз міндетті түрде таңертеңгі сағат 9-дан түнгі сағат 11-12-лерге дейін жұмыста боламыз. Көптеген ақпараттардың ағыны, бақтардың арасындағы бәсекелестік біз тек қана арналар емес, сонымен қатар әлеуметтік желіде де бәсекеге қабілетті болып, көптеген қисынсыз, келеңсіз оқиғаларға байланысты өзіміздің пікірлерімізді білдіріп отыруымыз керек. Уақыт болмайды, әсіресе қазіргі
таңда еліміздегі батыс өңірінде болып жатқан жағдай, оның алдындағы мамырлық оқиғалар, қазіргі таңдағы спорттағы Седов пен Иле-Ильиннің арасындағы жағдай, барлығы біздің елімізге бірден лап беріп бір тайфун сияқты келген кезде шыны керек адамның миы ашып қалатын орны бар. Және бұл соң емес, бізде тағы да екінші дәл сондай жағдай күтіп тұрған сияқты, егер біз бақылап қарайтын болсақ. Сондықтан дәл осындай жағдайдан кішігірім алшақта болу үшін, миды ақпаратты тазарту үшін, өзге бағытқа бұру үшін дәл осы жобаға келдім. Кішігірім кітаптар туралы сөйлесейік, кішкене болса да адамдармен басқа тақырыпта сөйлесейікші. Саясат емес, немесе елгілердегі болып жатқан оқиғалар туралы емес, кішкене басқа жағдайда сөйлесейік деп шешім қабылдадым, және сіздер дұрыс қабылдайды деген ойдамыз. Біріншіден, бағана сіздің сұрағыңыз өте орынды. Менің мамандығым негізі саясаттанушы. Келі Қарашығанақ Қазақ ұлттық университеті саясаттану мамандығын бітірген, бірақ та біздің Қазақстанда барлығы телеарнада жүр ғой, әнші де жүр, актер да жүр, спортшы да жүр телеарнада, журналистер кейде бізге ренжіп жатады, сендер біздің нанымызды жеп қойдыңдар деп. Бірақ мен айтайын, саясаттанушы ол кішігірім журналистикамен туыс мамандық болғаннан кейін бізге қатты ренжи көрмейді. Менің бірінші телевидениеда оқуға кеңес беретін кітабым ол біріншіден Ларри Кингтің кітабы. Ларри Кингтің «Как разговаривать и с кем угодно, когда угодно и где угодно» деген кітабы. Бұны сіздер өте жақсы білесіздер, біреулеріңіз танитын шығарсыздар. Ларри Кинг ақш-тағы қазіргі таңда бүкіл әлемдегі интервьюер ғой, негізгі король интервьюдің негізін қалаған, жанрын, бағытын негізін қалаған. Дәл осы Ларри Кинг бастағаннан кейін, өзінің шоуынан кейін бүкіл әлемде, жалпы бізге мысалы болу үшін, мысалы Латерман, одан кейін бізде Урганттан кейін біздің Қазақстанда Қоянбаев сияқты мысалы көптеген жанрлар пайда бола бастады. Мысалы Познердің өзі де дәл осыдан үлгі алады, бағыттары әлемдік тенденцияны қалыптастырушы азамат негізі. Ларри Кинг жұмысын телевидениедан емес, жалпы радиодан бастаған азамат, дикциясы өте нашар болған, өте қобалжитын, тәжірибесі болмаған жігіт, бірақ өте арманшыл болған, қатты ниетті болған журналист болуға. Артынша Ларри Кингке белгілі бір аймақтағы, ақштың белгілі бір кішкентай ғана ауылындағы азаматтар радиодан бір спорттық іс-шараны комментарий жасауға шақырады. Қобалжиды, алғашқы старт кеттік, мотор деген кезде 1,5 минут үнсіздік болады негізі. 1,5 минут спорттық шара жүріп жатады, 1,5 минут үнсіздік. Үндемей отырады, өйткені не айтарын білмей қалған, не сөйлерін білмей қалған, және аузынан дыбыс та шықпай қалған. Ол бәрімізде болады. Менде де мысалы алғаш рет кастингке келген кезде, не айтам деп отырған кезде сөйлей алмай қалдым, басқа нәрсе айтып кеткен, негізгі ойым басқа болған менің, негізгі айтатын болсақ. Сондықтан Ларри Кинг осылай негізгі интервьюдің негізін қалаған. Мен жалпы бұл кітаптан үйренгенім, кіммен қалай сөйлесу керек екен телевидениеда. Біздің қазақстандық телевидениенің бір кемшілігі, бір жаңадан журналист келсе, ол біреуге ұқсауға тырысады. Ол өзі болмайды, ол біреудің образында отырады. Ол мысалы біреу келсе өзіндік стилі жоқ. Ол Ургант болғысы келіп, күлдіргісі келеді, Урганттың бір әзілдерін алғысы келеді, немесе Познер сияқты ақылды түр жасап алып, өте ауыр терминологиялар пайдаланып қатты сұрақ қойғысы келеді, немесе Опра Уинфри сияқты керемет әйел болып отырғысы келеді, өмірде успешная мысалы. Осы біздің кемшілігіміз деп ойлаймын, біреуді қайталаймыз. Сондықтан дәл осы кітапта біз әр журналист, әр интервьюер өзін табуға, кім екенін, жалпы адамдармен қалай сұхбаттасу керек екенін үйретеді. Жалпы әңгімені қалай бастау керек, жалпы әзіл айтатын болсаң, әзілді қалай бастау керек. Кезінде мен Алматыда Еларна деген ғұмыры қысқа ғана арна болған, керемет. Бірақ жабылып қалды. Сол жерде жарайсың деген бағдарлама жүргізген кезде, бастапқыда телевидениеден бастаған кезде бізде осы Ларри Кингті көріп алғанбыз, Познерді көріп алғанбыз, кейін барып біздің Қазақстандағы Қасым Аманжолұлы, ғалым Боқаштарды көріп алғанбызда өте агрессивный бағдарлама жүргізуге тырысатынбыз. Келген қонақты өшіріп тастауға, оның бір позорный жерлерін шығаруға, бір халық болсын білсін осының шындығын деген сияқты. Сондай бір принциппен отыратынбыз. Кейін осы кино саласында Сатыбалды Нарымбетов деген кинорежиссер бар. Сонымен сұрақ қойдық. Мұстафа Шоқай фильмі шықты ғой алдында. Қатты ұрысып қалдық. Мен неге ол қырғыздың актері түскен басты рөлде, неге ол жақта мынандай оқиға бұрмаланған, неге мынандай деген сияқты көптеген сұрақтар болды. Тек қана негатив болды бағдарлама. Ол ақталумен өтті, мен жабылуыммен өттім, шабуылдауыммен. Сөйтіп ол кісі айтты, Нұрсұлтан деді, бағдарламаны негізі дұрыс деп жатсың. Иә, бұл рейтинг алып келеді деді. Бұл халыққа ұнайды, бір жұлдыздың позоры шығып атқан. Ол саған да плюс, сен де өсесің ертең деді. Бірақ уақыт өте келе біз
Қазақстан дамыған елдің қатарына келе жатқан елміз. Біз өзгелерге үлгі болуымыз керек. Біз телевидениялық мәдениет деген бол, этика, эстетика деген болады. Сен қой, бірақ емшілер сияқты тамырынан ұстап отырып қой. Осы жерде қоюға бола ма, болмай ма, немесе астарлап алып кел деген сияқты. Соның барлығы осы Сатыбалдың айтқан әңгімесі Ларри Кингта да бар да, кейін оқып қарайтын болсақ, шыны керек, жабылу міндетті емес. Астарлап болса да, әзілдеп болса да, ойнап болса да, бүкіл оқиғаны жеткізуге болады деп ойлаймын. Ларри Кингтан осыны ойладым. Жалпы бұл же қалай киініп шығу керек екеніне дейін айтылады. Бізде қазақстандық телевидениеде журналист, жүргізуші шықса, білесіздер, әбден киініп алады. Қымбат костюм, қымбат галстук, қымбат рубашка, шашы гелденген, тарихы енді өзінше болып отырады ғой, былайша сөздің шыны керек. Барлығына топырақ шашқан емес. Негіз жаңадан шығып келе жатқан кезде. Қазір мен байқап отырсам, мен де жастардың қатарынамын, бірақ та бізден кейін шыққан буындардың көпшілігі негізгі акцентті сөзге емес түріне беретін сияқты. Мен әдем болса, мен накачанный болса, мен киімім соңғы үлгіде болса, мен популярный, өзін тележурналистпін деп жібереді. Шыны керек, диктор емес. Сондықтан осы проблемамен күресуді, және мен сондай жастарға, енді жүргізуші, журналист болғысы келетін жастарға оқуға кеңес берем. Өкінбейсіздер. Сондай-ақ біздің Қазақстанда кім қай жерден нені ұрлаған екенін, қандай жүргізушілерін білуге болады деп ойлаймын. Осы кітап туралы айтқым келеді. Оқысаңыздар болады. Екінші кітапты айтатын болсақ, мен өз басым футболдың жанкүйерімін. Футболды өте жақсы көремін, бірақ өзіңіз көріп отырған дәл осы аталмыш кісінің кезінде бапкерлік еткен клубында емес, дәл осы кісіге қарама-қарсы ойнаған Челси футбол клубының жанкүйерімін. Бірақ та дәл осы Алекс Фергюсон азамат маған өзінің консервативті азамат қой, көріп отырсыздар, ағылшын елі өзі консервативті мемлекет. Бұл өзі азамат шотландық болғанмен 1974 жылдан 2013 жылға дейін бір клубты басқару деген ол менің ойымша ерекше мақтауды қажет ететін дүние. Сондықтан маған дәл осы азамат қалайша 74 жылдан 2013 жылға дейін ауыспай бапкер болды, қаншама чемпиондар тәрбиеледі және өмір жолы қалай болды, сол маған қызық болды. Және футбол тақырыбында болғаннан кейін кейде маған да ұсыныс келіп жатады соңғы кездері. Сіз осы футбол комментатор болғыңыз келмей ме? Өйткені сіз көбіне көп футболда тақырыпта көп сөйлесесіз деген кезде мен ойладым ішімнен. Сойса да қасапшы сойсын деп, не сойса да. Шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Комментаторлыққа оқып жатқан кішкентай кезінде комментатор болып жүрген азаматтар бар. Бірақ та қазір енді біздің елімізде комментаторлардың жұмысы өте тапшы, аз. Мен ойладым, болғаннан кейін бірден бола салмай, әбден осындай оқулықтарды оқып, біраз мемуарларды, биографияларды оқып барып, оқиғасын білгеннен кейін барып, комментатор болған дұрыс шығар деген ойға келдім. Өйткені мен 2 рет осылай аузым күйген болатын. 1 рет. 2 рет өмірімде комментирование жасадым. Спорт емес. Біріншісі Turkvision, елімізде болған Turkvision жүргіздім, бірақ Түркияда болған Turkvision'ды комментарий жасадым. Өткен мен эстрада шоу-бизнес саласынан білім болғаннан кейін аман-есен өттік, ешқандай критика болған жоқ. Ал екіншісі Оскар. Оскарды комментирование жасаған кезде, вот мен провалым, өмірімдегі еш ұмытпайтын ең қара күнім сол десем болады. Өйткені мен, білем, кинотеатрларда көріп жүрген кинолар ғой, өзімнің багажыма сеніп, мен комментаторский креслоға отыра салдым. Қосылды, таңғы сағат 6 Оскар басталды, прямой эфир. Мен ана жерде Америкадағы залда отырғандардың барлық актер, бірақ жартысынан көбін танымайды екем. Олардың биографиясын білмейді екем. Қандай кинода, мысалы қазірдің өзінде ақш-та қаншама телехикая шығып жатыр, олар танымайды екем мен мысалы. Мен үшін өте өзім өмірімде бірінші рет соншалықты позор болып жатқан өзім сезіндім. Әсіресе осындай жігіттер мойындамайды ғой, жоқ мен жақсап шықтым, олар көре алмайды, жамандап жатыр. Мен осы жолы келістім, шыны керек, менің білімім жетпеді, Оскар менікі емес екен дедім. Өйткені жанымда Александр Мостовой отырды. Ол Мостовой кинокритик және футбол комментатор. Ол 100% біліп отырды. Мен білмедім, мен ұялып қалды. Сондықтан мен арнайы Фейсбукта, әлеуметтік желіде қазақы аудиториядан осындай Оскарды дұрыс деңгейде комментировать ете алмағаныма кешірім сұрап, және болашақта бұл кемшілікті жоям деп өзіме уәде бердім де, олардан кешірім сұрадым. Және қазіргі таңда бүкіл қандай Оскардан жаңа премьералар шығады, бұрынғы кинолар болсын, телехикаялар болсын, бәрін көріп жүруге тырысып жүрмін. Сондықтан мен айтайын деп отқаным, әр нәрсеге дайын болу керек. Фергюсонның кітабы, білесіздер енді, Фергюсонның бірінші еңбегі
қазіргі таңда Криштиану Роналду қылған азамат. Кезіндегі Бенфика, Мадейро сияқты кедей ауылда туылған азамат Бенфикаға өтеді. Бенфикадан арнайы осы жігіттер агент болып Алекс Фергюсон барып тауып алады. Сол жақтан Манчестерге шақырады, және Манчестерде кішкентай ғана 17 жасар баланы дене бітімі қатпаған үлкен қазіргі тағдағыдай 3 дүркін алтын доп иегері бомбардирге дейін тәрбиелейді. Бұның өзі Фергюсонның қандай азамат екенін көрсетуге болады. Бұл тек қана мықты футболшылар емес, сонымен қатар үлкен футбол саласындағы жұлдыздарды тәрбиелейтін азамат. Ол Криштиану Роналду бір бөлек, Дэвид Бекхэм. Мысалы, Дэвид Бекхэмнің өзі де осы Алекс Фергюсонның тәлімін алған, Фергюсонның жақсылығын көріп өскен азамат. Оның алдындағы Джордж Бест, мысалы. Джордж Бесттің өзі де мықты футболшы болған, бірақ ғұмыры қысқа болды, оның өзі де жұлдыз болған. Мысалы, осындай азаматтарды Алекс Фергюсон тәрбиелеп шығарған. Дәл осы жерде Криштиану Роналдумен қалай тіл табысқанын, Бекхэммен қалай тіл табысқанын, Челсидің бапкері Жозе Мауриньомен қалай тіл табысқанын барлығы айтылады, және ғұмырын қалай бастады, қалай тренер болу керек, бапкер болу керек, және әрбір азаматпен қалай психологиялық тұрғыда тіл табыса білу керек. Осыны айтып кеткен болатын. Жалпы мен бұны сіздерге бекер айтып отқан жоқпын, өйткені оқысаңыздар, біріншіден футбол әлеміне хабардар боласыздар. Әсіресе соңғы кездер біздің қыздар көп қой, футболистердің аттарын жаттап алады, бірақ олардың ғұмырын, өмірбаянын білмейтін. Сондықтан сіздерге де керекті дерек деп ойлаймын. Және екіншіден, ішінде жалпы әрбір Фергюсон сияқты азаматты сэр деп айтып жатады Англияда, білуге міндетті деп ойлаймын. Жалпы біздің әлемдік футболға өзінің жаңалығын әкелген азамат. Оқысаңыздар да болады, футболға қызықсаңыздар егер осындай тақырып. Және үшіншісі кітап, бұл енді біраздарыңыз білетін шығарсыздар, бұл кісімен кездескен шығарсыздар. Мен жалпы бұл кітаптарды сіздерге не үшін алып келдім? Мен де Құдайға шүкір енді сол Мұхтар Әуезов, Мұхтар Мағауин, Мұхтар Шаханов барлығын оқыдық қой. Бірақ сіздер де білесіздер, жаңалық ашпай қойық, жаңадан бір тағы да Абай жолының мынанша томдарын мына жерде зерттемей қойық. Кішігірім әуежайда отырсаңыздар, ұшақта отырсаңыздар, көлікте кетіп бара жатсаңыздар, автобуста, таксиде кетіп бара жатсаңыздар, үйде жұмыста отырсаңыздар, тез оқылатын кітаптар. Көп уақыттарыңызды алмайды. Ары кетсе бір кітапты, мына кітапты мысалы 1,5 сағат оқып тастауға болады. Тез, тілі жеңіл, жатық, және Ларри Кингтікі де сондай. Өте жеңіл оқып тастау. Соның үшін мен сіздерге тез оқылатын кітаптар. Қазіргі таңда біз бәріміз әлеуметтік желіде тез отырамыз ғой. Дәл осылай кітап оқуға да мүмкіндік беретін оқулықтар деп ойлаймын. Мына Серікбай Бисекеев деген азамат, бұл кісімен қалай таныстым? Біріншіден біз хабар арнасында стартап болашақ деген жобаны жүргіздік. Болашақ қауымдастығымен бірге телевизиялық жоба болды. Сол жерде арнайы 7-8 инвестор отырды. Сол кісіге біздің еліміздегі түкпір-түкпірден өзінің бизнес жобасы бар азаматтар келіп, бизнес жобасын қорғаған болатын. Қорғаған кезде дәл осы азамат та Серікбай Бисекеев те инвестор болып отырды. Әрқайсысы мысалы 5 миллион, 6 миллион, 7-8 миллион, кемі 500 мыңнан бөліп отырды ақша бизнес жобалардың іске асуына. Сол кезде мен жүргізуші болған кезде осы азаматпен танысып, араласып қалдық. Bir қызығы, бұл кісі Сингапурда өмір сүреді. Мүлдем Қазақстандағы жағдайды білмейді. Экономика мен саясатты біледі. Шоу-бизнес, телевидение саласында не болып жатыр, қалалар қалай дамыған мүлде білмейді. Сол үстімен маған қызық болды да. Баян Есентаевамен отыр бірге. Үшеуміз. Ол Баян Есентаева да инвестор болды, бірақ ол ақша бөлген жоқ. Жай сын айтып отырды қатысушы бизнес жобадағыларға. Сол кезде маған бір таңғалғаны, Серікбай Бисекеев отырды, сіздің атыңыз кім болады дейді Баянға. Баян, сіз немен айналысасыз дейді. Мысалы, біздің елімізде мысалы ең көп оқырманы бар Баян Есентаева, мысалы, оны ең болмаса жек көрген адам болса да таниды. Баян Есентаева екенін. Ол кісіні танымайды да, білмейді да кім екенін. Жалпы хабар деген арна бар екенін біледі, Құдайға шүкір мысалы. Сол туралы айтуға болады. Және маған ұнағаны, бір күні мен осындай кітап шығарайын деп жатырмын. Кел деді, барсам Самұрық Қазына бізде әл-ауқат қоры. Сол жерде бүкіл қызметкерлерге семинар өткізіп жатыр екен. Мойындады мықтылығын, Сингапурда тұрады, бірақ осы жақта дәл осындай қазақ жастарына, менеджерлерге семинар, тренинг өткізеді. Кітаптың құпиясын ашпай қойын, негіз айтайын, сделай себя сам. Біздің жалпы көп азаматтар, бизнеске бастау алатын азаматтар американдық бизнес мотиваторларды, ресейлік бизнес мотиваторларды оқиды. Біздің қазақстандық жоқ негізі, аз. Мынау соның бірден бірі, және алғашқы түпнұсқасы десек болады. Оқысаңыздар, жалпы қазақстандық климатта, қазақстандық жағдайда бизнесті қалай жүзеге асыруға болады. Бизнес по-казахски деген кино түсіріліп жатыр ғой біздің Қоянбаев. Сол сияқты біздің бизнес по-казахскидің ішінде бизнесті қалай өрбітуге болады. Ол жерде қалай желініп қалмау керек,
жалпы өз жобаңды қалай алға сүйреу керек, осы туралы айтылады. Жалпы бұл азамат Қазақстанда бастамаған бизнесін Ресейде бастаған, ұялы телефон саласында мобильный телефондармен айналысып байыған кісі, сөйтіп Сингапурда бизнесін дөңгелетіп Қазақстанда осындай кітаптар шығарып, кездесулер ұйымдастырып өткізіп жатыр. Ұнады, ақ көңіл, жалпы бір қызығы шетелде өскенмен қазақылығы бойында басым. Өткен жолы бір европалық осындай жиналыс болды. Европалықтар однополы браки, модернизация, вестернизация деп жатқан кезде біз айтты, олай бұл кісі шығып, біз елімізде Қазақстан европалық батыстық экономикалық даму моделін алады, бірақ та отбасылық дәстүрлі құндылықтарды алмайды. Бізде мүлдем бөлек, біз шығыс еліміз дегеннің өзінен маған осы кісінің жалпы көзқарасы ұнады, және осы кітабын алып өзі жазып берді, оқыдым, сіздерге де кеңес беремін. Біраз ақпараттар аласыздар деген ойдамын. Рахмет. 16 минут сөйлеп қойыптым, ұят болса. Керемет спич. Сол үшін тағы бір қошемет, Нұрсұлтан Құрман. Да, уважаемые друзья, уважаемые гости, вот подошел к концу наш очередной букдейтинг, встреча книголюбов. Спасибо вам большое за то, что в этот летний жаркий знойный день, вечер вы с нами, для того, чтобы обогатиться, узнать что-то новое и стать лучше себя. И, как говорит название книги, самообразование, возможно изменить, это возможность сделать самого себя. Поэтому приходите на наши встречи. Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваше участие. Ну и памятные подарки нашим гостям, каждому по книге Малкольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры». Рахмет. Уважаемые гости, на этом наша встреча подошла к концу. Как всегда, традиционно у нас проходит книгообмен, который сейчас как раз и стартанет. Спасибо вам большое. До новых встреч. Следите за нашими страницами в Инстаграме bookdating_KZ. Там вся информация по следующим нашим встречам. Спасибо.